Сәлем қыздар, бүгін ерекше дәмді меренге рулет дайындайтын боламыз. Алдымен жұмыртқаның ақуызына шым-шым лимон қышқылын қосып миксерлейміз. Масымыз көпіре бастаған кезде қант ұнтағын 3-ке бөліп араластырамыз. Одан кейін 1 қасық кукуруз крахмалын қосып тағы да араластырамыз. Дайын болған масымызды пергамент бумаға жайып, алдын ала 160 градус қыздырылған пеште 30-35 минут пісіреміз. Піскенін бетін басу арқылы білетін боламыз. Енді меренгімізді орналастырып, яғни пергамент бумаға керісінше қойып, арасына кремімізді жағып, ягодкаларды немесе жемістерді орналастырып, рулет етіп орайтын боламыз. Дайын болған рулетіміздің бетіне артылған кремімізді қойып, әсемдейміз. Осымен біздің ерекше дәмді рулетіміз дайын.